Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге пиццаның оригинал және де ең дәмді рецептімен сіздерге бөлісіп тұрмын. Парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар, лайк басып сохранить етіп алыңыздар. Онда бастадық. Алдымен ыдысымызға барлық ұнымызды сабаламыз, ортасына ашып, суымызды құямыз. Су мұздай или жылы кез келген су құя берсеңіздер болады. Оливье масламызды құйып, дрожж саламыз және де тұз салып, енді осының барлығын біріккенше қамыр илеуді бастаймыз. Осы ұнның өзі жеткілікті. Басында осылай жабыспайтын қамыр сияқты көрінеді. Жақсылап қолыңызбен бір-біріне біріккенше әдемілеп қамыр илеп аламыз, қыздар. Осылай столға алып илесеңіздер, бір-біріне бірігіп әдемі қамыр болады. Осылай беті түп-түзу әдемі болып шығады қамырымыз. Енді ыдысымызға салып қайтадан бетінің крышкасын жауып, жылы жерге орап қоямыз 1-1,5 сағатқа. Осылай жауып орап қойғаннан кейін уже қамырыңыз көтеріліп шығады. Демде 1,5 сағатта осылай бізде көтеріліп шықты уже мына қамырымыз. Осы тестадан бізде 2 пицца шығатын болады. Мен 2-ге бөліп, біреуін пісіріп жатырмын қазір, біреуін алып қоям. Басқа күні холодильникке сап қойып, қайтадан істесеңіздер болады. Столға кішкене ұн сеуіп жіберіп, қамырымызды қойып, осылай оқтаумен домалақ етіп, өздеріңіздің пиццаларыңыз формасына қалай жайсаңыздар болады. Менде форма 28 диаметр, соған арнап жаямын. Өте жұқа әдемі болып шығады. Қамырының өзі жұқа болып жайылады. Піскен кезде өте керемет болып шығады. Міне формамызға әдемілеп орналастырып алып, енді үстіне кетчуп жағамыз. Кетчупты молдау салсаңыздар, пиццаларыңыз өте дәмді болып шығады. Аз болып қалса, ана сухой болып, ана не болып қалады. Сочный болмай қалады да. Енді теркадан шығарылған сырымызды бетіне көптеу етіп саламыз. Сыр қанша көп салсаңыздар, сонда күшті әрі мынандай сыры еріп, дәмді болып шығады. Бұл жерде менде сыр моцарелла немесе жаңағы для пицца деген сырлар болады ғой, солардан қолдансаңыздар болады. Колбаса менде бұл жерде Нарленнің колбасасы. Халал, әлі дәмді, күшті болып шығады. Осымен енді 15 минутқа 200 градусқа жібереміз, одан көп қоймаңыздар. Осам күйіп кетеді. Тез піседі, неге десеңіздер, бізде қамыры жұқа ғой. Міне біздің пиццамыз пісіп шықты, осындай күшті керемет болып шығады. Беймарал алып жіберсеңіздер болады. Қараңыздар, не деген керемет пиццалар. Жасап көрулеріңізді кеңес беремін. Ас болсын, парақшама тіркеліп